Барлықтарыңызға сәлем, және Тока аккаунтына қош келдіңіздер. Бүгін бізде мектепке дайындық, ал енді бізде қазір түн. Қазір енді міне таң атты. Бұл қыздың аты Жанел. Бұл қыздың барлықтарыңызға сәлем деп жатыр бұл қыздар. Енді оның өзінің көйлегі және де пижамасын бүктеп қоя салайық. Басына гүлін тағамыз. Енді ең алдымен біз қолымызды жуымыз керек. Барлық адам тұрған соң. Жанел енді қол жуып ваннасына келіп суын ағызып қолын жуып жатыр. Қолын жуып болған соң енді бізде келесі сумка таңдайды. Бізде қоңыр мысықтың суретімен, сұр мысықтың суретімен қара сумка бар. Қара сумканы алайын ба, әлде сұр мысық суреті барын алайын ба деді. Және де ойланып сұр сумканы алды. Енді осындай ішіне кітаптарын саламыз. Бірінші кітапты салдық осылай. 3 кітап, 4-ші кітап, 5 кітап, бізге керегі 6 кітап. Сосын ручкалар, 6 кітапты сап болдық. 1 ручка, 2 ручка. Осымен 2 ручкамен жетеді. Сумкамызды қойып, енді біз келесі мектеп киімін таңдайтын боламыз. Бізде бірінші осыны киейін бе, әлде мына шалбарымен киейін бе, мына ұзын юбкамен көйлекті киейін бе. Мен мына біріншісін киемін деп шештім, ал қалғандарын мыж болмас үшін вешалкасына іліп қоямыз. Енді біз мектепке кетер алдында бантигімізді басымызда гүлді шешіп, бантигімізді тағып алдық. Біз осылай енді кітабымызды қайталап алайық дедік. Сумкамды қайталап болған соң, енді кітабымды қайтып сумкама салып, енді мысықтарды тұрғызып алайын дедім. Менде 2 мысық бар. Тұрғызып, тамағын ана мысық жеп алған, жемей тұрған соң, анам ар жағындағы мысыққа бердім. Енді оларды қайтып орындарына жатып ұйықтап тастайын дедім. Өкінішке орай төсектері ауысып кетті, бірақ сонда да жатып ұйықтай берсін. Енді біз сумкамызды алып, ас бөлмесіне келдік. Және де өзіміздің тамағымызды жеп алып, сумкамызға нанымызды салып алдық. Осымен менің видеом аяқталды. Біздің Жанел сабаққа бара жатыр. Маған тіркеліп кетіңіздер.